кері байланыс беріп өтейік. Так, оқушылар, біз алдыңғы сабақта то есть жануарлардың қан айналым жүйесі, тыныс алу жүйелері бойынша қарастырып өткен болатынбыз. Жалпы қазір біз жануарлар тарауын қарастырып жатырмыз, платформадағы сабақтардың бойынша. Яғни біз жануарлардың тыныс алуын өттік, қан айналымын өттік. Енді ас қорыту жүйесін, жүйке жүйесін және қозғалыс тірек қимыл жүйесімен танысатын боламыз үлгергенше. Так, енді бүгін омыртқасыз жануарлар, то есть общий жануарлардың ас қорыту жүйесімен танысамыз. Так, менде что-то комментарийларым көрінбей тұр ше. Надеюсь, естіліп тұр сендерге. Аягөз, мен саған ссылка жіберем да, кіріп көрші, мен дауысым қалай көрініп тұр, мен өзіме көрінбей тұр. Презентация көрініп тұр ма? Так, енді бастай берейін, жаза бересіңдер. Жалпы досым нормально ма? Болды, кеттік. Так, енді бір жасушалы жануарларда қоректік заттардың барлығы негізі, мысалы, біз көп жасушалы ағзаға жатамыз. Всегда айтамын, біз триллиондаған жасушалардан құралғанбыз, И біздің көптеген жасушалардан құралғандықтан бізде ол жасушаларымыз бірігіп ұлпаны құрады, ұлпаларымыз бірігіп мүшені құрады, яғни ауыз мүшесі, тыныс алу мүшесі деген сияқты, мүшелеріміз бірігіп мүшелер жүйесі бірігіп целый, мысалы, адам дейтін ағзаны, немесе қасқыр дейтін ағзаны, самұрқұлақ дейтін ағзаны түзеді деген сияқты. Ал енді бір ғана клеткадан тұратын ағзалар бар да, сонда олардың ас қорыту жүйесі қайда? Олардың бөліп шығару жүйесі қайда? Олардың тірек қимыл жүйесі қайда? Олар қалай артық заттарды денесінен шығарады? Қалай сырттан келген затты қорытады? Солармен танысамыз. Ең бірінші, сол бір жасушалы ағзалар қалай заттарды қорытады, Жалпы олардың бүкіл қоректік заттары, сырттан келетін заттар, оларда арнайы ауыз мүшесі жоқ. Яғни оларда жасушалар көп емес, бір ғана клеткасы бар. Яғни олар просто бір ғана клеткасы болады, ол қоректік затты не істейді? Жасуша мембранасы арқылы ішіне қарай өткізеді. Сосын арнайы органоидтар болады жасушасының ішінде. Олар жаңағы сырттан келген затты, қоректік затты ұстап алады. Енді именно қандай органоид болады ол жерде? Мысалы, біздің асқазанымыз бар ғой, ауыз қуысы арқылы ішке кірген соң біздің асқазанымыз қорытады, Ал бұлардың жасушасының сыртындағы мембранасы арқылы ішке зат кіреді екен, ал оны кірген соң кім қорытады? Арнайы вакуоль болады. Жалпы жануарларда негізі қарапайым осындай бір ғана клеткадан тұратын ағзаларда екі түрлі вакуоль болады. Біріншісі ас қорыту вакуолі, екіншісі жиырылғыш вакуоль деп аталады. Ас қорыту вакуолі ол жаңағы сырттан келген қоректік заттарды қорытуға қатысса, жиырылғыш вакуоль артық қалдық заттарды сыртқа шығар жіберу қызметін атқарады. Яғни бұларда да жыныс мүшесі жоқ, сыртқа шығарады. Енді қараймыз, мысалы, біздегі амеба. Қарапайым бір ғана клеткадан тұратын ағза. Мынау амебаның ішіндегі ядросы, жиырылғыш вакуолі. Бұл жиырылғыш вакуоль қалдық заттар сыртқа шығарады, Жасушасының сыртындағы плазмалық мембранасы, цитоплазмасы. Одан бөлек бұлардың қозғалыс рөлін жалған аяқтар атқарады. Яғни слаймды білесіңдер ма? Созыла береді. Тура сол сияқты бұлар. Әртүрлі жерінен аяқтарын шығарып қозғалады. Так, мына жерге қарасаңдар, мынау ас қорыту вакуолі. Яғни ас қорыту вакуолі ол белгілі бір момент қажеттілік туындаған кезде пайда болады. Мысалы, қоректік зат ағзаға енетін болса, сол қоректік затты қорыту үшін ас қорыту вакуолі пайда болады. Қоректік зат келсе, ас қорыту вакуолі оны ішіне кіргізіп алады да, ішінде ыдыратып шығарып жібереді. Жиырылғыш вакуольге барады, ол жиырылғыш вакуоль арқылы, жиырылғыш вакуоль осылай тұрады, күннің шуағы сияқты жиырылып қалады, артық заттың бәрі сыртқа қарай шығады екен. Так,
Жалпы көп жасушалы ағза жасушасына барлық тіршілік иесінің, яғни нәрозы, майы немесе көмірсулар бізде ыдыраған күйде түсетіні белгілі. Так, ағза жасушаларына бізде қоректік заттарды қолжетімді ететін біздегі асқорыту мүшесі ол асқазанымыз бар, көп жасушалы ағзаларда. Ал бір жасушалы ағзаларда не деп айтса, енді нені белгілейміз? Асқорыту вакуолін белгілейді екенбіз. Жалпы бізде органикалық заттармен қоректенеді. Жалпы асқорыту ол нені қорытып жатыр? Органикалық заттарды қорытады. Яғни біз не жейміз? Ет жейміз. Етте не бар? Нәроз бар. Біз не жейміз? Жеміс-жидектер жейміз. Жеміс-жидекте не болады? Көмірсу бар. Біз не жейміз? Мысалы, майлы тағамдар жейміз, өсімдік тектес майлар, шемішке, оның бәрі құрамында май бар, майлы тағамдар жейміз. Оның бәрі органикалық заттар. Және олар біздің ағзамызға түскен соң ыдырау керек. Яғни көмірсуы бар тағамды жейтін болсақ, ол ыдырағанда глюкозаға айналады. Майлы тағам жейтін болсақ, май ыдыраса глицерин және май қышқылына ыдырайды. Нәруыз тағам жесек, нәруыз неге ыдырайды? Амин қышқылдарына ыдырайды деген сияқты осылай ыдырап отырады екен. Ал жалпы бұл жаңағы бізде қарапайымдарда, яғни бір ғана клеткадан тұратын ағзаларда асқорыту вакуоль екен. Ал енді көп жасушалы ағзаларда қандай? Көп жасушалы ағзаларда уже бұларда асқорыту жүйесі болады. Және бұл асқорыту жүйесінің ерекшелігі бірнеше бөлімдерден тұрады. Ең біріншісі оның асқорыту бездері. Яғни асқорыту бездерінің бірінші асқорыту сөлін бөліп шығарып береді бізге. Яғни сол сөл ретінде біз нені айта аламыз? Сілекей бездеріне сілекейді айтсақ болады. Бізде не только біз адамдар емес, жалпы сүтқоректілерде дейікші, сүтқоректілерде бізде сілекей бездері болады. Яғни сілекей бездері өзінен сілекей бөліп отырады. Жалпы сілекей бездері білесіңдер, тіл астында болады, жақ астында болады, және шықшыт, жоғарғы жақ пен төменгі жақтың біріккен жерінде шықшыт безі болады. Және бұл бездер өзінен сыртқа сөл бөледі. Яғни ол сөлдің аты сілекей деп аталады. Сілекейді былай қарасаңдар, қолмен алып болсын, бір палочкамен алып қарасаңдар, андай прозрачный болып тұрады, бірақ оның құрамында ферменттер болады. Яғни қандай ферменттер? Лизоцим, амилаза дейтін ферменттер болады. И бұлар не істейді? Лизоцим ол ауыз қуысына түскен бүкіл бактерияларды жоятын фермент. Амилаза ауыз қуысына түскен, мысалы, көмірсу жейсіңдер ғой, шөп тектес заттар, солардың барлығын ыдыратады амилаза. Сендер ойлайтын шығарсыңдар, мысалы, ауыздарыңа бір шоколад сасаңдар, ауыздарыңа еріп кетеді, и ол ауыз қуысындағы андай судың әсерінен ериді деп ойлауларың мүмкін. Мысалы, чупа-чупс сорып жүргенде чупа-чупс ериді ғой ауыздарыңда, ол, например, қатты конфетка ғой, бірақ ауыздарыңда еріп кетеді. Ол қалай? Ол не только ауыздағы сілекейдің құрамындағы судың ғана күшімен емес, ол сілекейдің құрамындағы ферменттің әсерінен де ыдырайды. Себебі сілекейдің құрамында фермент бар, амилаза, ол ыдыратады көмірсулар. Одан кейін келесі без, бірінші без ол сілекей безі, келесі ол бауыр дейтін без. Қараңдар, мынау тұрған суреттегі бауыр адамдағы ең үлкен ірі без, анатомия тақырыптарын өткен кезде бауыр жайлы толығырақ ашамыз. Ал жалпы бір шолу, бұл жануарларда да бауыр болады. Сондықтан айтып жатырмыз, бүгін негізі анатомия емес, жануарларда өтіп жатыр. Жалпы мынау бауыр ең үлкен без, бұл өзінен өтті бөледі. Қараңдар, бауырдың ішінен андай түтікше шығып тұрды, ол түтікше өтке барады. Бауырдың жасушалары өт дейтін сұйықтықты бөліп, өт қабына береді, ал өт қабы оларды алып, кімге? Біздің ішегімізге, аш ішегімізге береді екен. Сонда без өзінен сұйықтық бөліп тұр, мысалы бауырды айта аламыз, бауыр өзінен өтті бөліп тұр екен. Одан кейін бізде ұйқы безі. Ұйқы безі де қараңдар, мынандай түтікшесі шығып тұрды, ол да бар, аш ішекке барып құйылады екен. Ұйқы безі де өзінен сөл бөледі, ол сөлдің аты панкреатин. Жалпы өт те, панкреатин де бұлар майлы тамақтарды ыдыратуға көмектеседі. Ұйқы безінен бөлінетін панкреатин майлы тағамдарды ыдыратуға көмектеседі екен. Жалпы біз енді бездермен танысып алдық, асқорытуға қажет бездер, олар сілекей бездері, бауырдан бөлінетін өт, және ұйқы без. Ұйқы безден бөлінетін панкреатин. Бұлар бізде асқорыту үшін қажет. Яғни өтте, ұйқы безінен бөлінетін панкреатин де майлы тағамды ыдыратуға, майдың эмульгациялануына көмектеседі екен. Жалпы асқорыту өзегімен немесе асқорыту жолдарымен танысып шығайық енді. Жалпы
бұл асқорыту өзегі деп отырған бізде қараңдар, мынау асқазанға мысалы ауыз қуысы арқылы тағам өтеді, ол жұтқыншаққа барады, жұтқыншақтан кейін өңешке барады, өңештен мынау өңеш тұр, өңештен кейін мынау сразу асқазанға түседі. Асқазанда ол тағамдар енді шайқалады, прям шайқалып асқазаннан ғұр еткен дауыс шығасыңдар ма? Естисіңдер ғой, асқазандарын жиылып кәдімгідей тамақтарды шайқайды. Сосын ол дальше ішекке қарай жібереді, аш ішекке. Аш ішектен ондай мына жақтан өт кеп бөлінеді, мына жақтан панкреасин кеп бөлінеді, олар тағы да ыдыратады, майлы тағамдарды ыдыратады. Ал мына асқазанда не ыдырайды? Сендердің нәруыз тағамдарың, мысалы ет, жұмыртқа, горох, бидай жейсіңдер ғой, соның құрамындағы нәруыздардың бәрі осы жерде ыдырайды. Майлы тамақтардың аш ішекте ыдырайды. Ал көмірсулардың ауыз қуысындағы сілекейдің құрамындағы амилазаның әсерінен ыдырап бастаған уже. Осы жерде көмірсуларын глюкозаға ыдыраған. Мына асқазандарында нәруыздарың амин қышқылдарын ыдырайды. Мына ішектерінде майларың глицерин мен май қышқылдарын ыдырайды. Сөйтіп, олар дальше жүреді, аш ішектің бүрлі бөлімдері болады, сол бүрлері арқылы қанға қарай кетеді. Қанға қарай сіңіп кетеді. Ана қорытылған заттарша, ыдыраған, мысалы глюкоза, то есть көмірсу ыдырап глюкозаға айналды ғой, соның барлығы бүрлер арқылы енеді. Амин қышқылдары, май қышқылдары барлығы бүрлер арқылы ішке кіріп кетеді. Ал қалған ыдырамай, қорытылмай қалған заттарша, қорытылмай қалған заттарды болды, қанға қарай жібермейміз. Ішектің біріне жібермейміз. Олар обратно келеді, аш ішектен тоқ ішекке, тоқ ішектен тік ішекке, тік ішектен дальше шығаратын мүшелер арқылы сыртқа шығып кетеді екен. Енді бұл нәрсе бір шоу болды. Қазір біз жауын құрттың асқорыту жүйесімен танысайық. Қазір жануарлардың асқорыту жүйесі. Жалпы ең алғаш рет сілекей бездері осы біздің ағаларымыз, ең бірінші бұлты құрт, яғни жауын құртта пайда болған екен. Ең алғашқы сілекей бездері. Жалпы бұлар өздерінен әкке ұқсайтын зат бөледі. Сілекей ауыз қуыс жағынан әкке ұқсайтын, әкті білесіңдер ғой, Жалпы бұның қызметі не? Бұлар білесіңдер, жауын құрттары топырақта мекендейді. Топыраққа білесіңдер, жапырақтар сарғайып түседі, жапырақтың бәрі шіріп жерге түседі. Сол кезде ол түсіп қалған жапырақтарын келесі көктемге дейін қарасыңдар жоқ болып кетеді. Ол неге? Біріншіден шіріту бактериялары жапырақты шірітеді. Екіншіден осы шұбалшаңдар, яғни червяк, олар не істейді? Жапырақтарды алып, одан бетер оларды ыдыратып, сол жапырақты топыраққа айналдыруға көмектеседі. Шірген жапырақты топыраққа айналуына осы жауын құрттар көмектеседі екен. Енді қараңдар, өздерің мысалы үйде кішкентай кездеріңде, бала кездеріңде жапырақты шайнап көргенсіңдер ме? Қандай болады? Әшілеу болады, жапырақ негізі қышқылдау болып келеді. И сол қышқылдылығын мынау жауын құрттың ауыз жағындағы әкке ұқсас зат бар ғой? Ауыз қуысына қарасыңдар, осы жерде әкке ұқсас зат, жапырақты жұтқан кезде сол жапырақтың қышқылдылығын азайтып отырады, әкке ұқсайтын зат. Сөйтіп азайтып оны дальше жұтқыншағына өткізеді деген сияқты. Жалпы шіріген жапырақ бізде құнарлы азық емес. Оны біз қалай құнарлы қыламыз? Оны біз құнарлы қылмаймыз. Оны мынау шұбалшаңымыз ауыз қуысы арқылы өткізіп, одан кейін жұтқыншақ, жұтқыншақтан кейін өңеш, өңешінен кейін жемсауға келеді. Осы жерде жемсауында не істейді? Арнайы қатпары бар асқазаны болады осы жерде. Не істейді? Одан бетер жақсылап ыдыратып, сосын оны дальше ішектері арқылы анал тесігімен шығарып тастайды. И содан кейін жауын құртының ішінен шыққан топырақ ол құнарлы топырақ болып табылады. Кішкене домалақ топырақтың түйіршіктерін көресіңдер ме? Топыраққа қарасыңдар. Ондай түйіршік болып тұрған топырақ өте құнарлы болады. Себебі оны жауын құрттары жасаған. Жалпы бұларда кез келген қоректік затпен жеп жатқан кезде бұлар ішекке келеді ғой заттары, жұтқыншақ, өңеш, жемсау, қарын, сосын ішекке келген кезде ішекте олар керекті, бір ағзасына керек заттар болса, қан тамырына қарай сыртына шығарып жібереді. Ал керек емес болса, дальше сразу анал тесігіне прямой жіберіп сыртқа шығарып тастайды екен. Бұл жауын құрттарда жаттап алып керек, ескеру қажет нәрсе. Бұл алғаш рет сілекей безі осыларда пайда болған және ауыз қуысынан әкке ұқсайтын зат бөледі. Оның қызметі шіріген жапырақтың қышқылдылығын азайтып ағзасына кіргізеді. Енді бізде сонымен анал тесігімен аяқталады деп айттық. Бұл жалпы маңызы өте зор.
мына шұбалшаңдардың, бұлтықұрттардың, себебі өсімдік қалдықтарының жақсы өңделуіне көмектеседі, топырақ қабатының жақсы мықты борпылдақ болуына, жалпы кеуекті күшті болып тұрады топырақтар. Сол су, сосын ауа бар ғой, соның бәрі топыраққа жақсы сіңуіне осы шұбалшаңдар көмектесіп тұрады екен. Жалпы айтқанда, топырақ құнарлылығының жанама көрсеткіші ретінде осы жауынқұртты айтуға болады. Так, мына жерлерді өздеріміз қараймыз. Патчи мына жерде түсіндіріп өтті ме? Енді шұбалшаңдарды аяқтадық. Омыртқасыздардың ішінде біз қарапайым бұлар амебанікі білдік, асқорду вакуоле. Шұбалшаңдарда білдік. Оларда не болады екен? Оларда да ауыз бар, жұтқыншағы бар, өңеші бар, жемсауы бар, қарны бар, ішегі бар. Бірақ олардың ішектері жіктелмеген, аш ішек, тік ішек, тоқ ішек дейтін жоқ. Оларда сразу ішек дейді, сосын анал тесігі дейді, сонымен шығып кетеді. И оларда ауыз қуысында әкке ұқсас зат бар. Так, енді сиырдың асқорту жүйесі. Жалпы сиырдың асқорту жүйесі, жалпы асқорту бездерінің бұлардың жалпы 3 типі қалыптасқан. Мысалы, шұбалшаңдарда тек қана сілекей безі болды, шұбалшаңдарда. Ал уже сиырларда қараңдар, 3 түрлі без бар. Сілекей безі бар, бауыр безі және ұйқы безі бар. Жалпы сиырларда бұлар күйіс қайтаратын жануарлар, сондықтан бұлар бауыр ұйқы бездері жақсы дамыған. Яғни омыртқалы біз білеміз, бауырды жаңа айттық, ол өзінен өт бөледі, ұйқы безі өзінен панкреатин деп аталатын сөлді бөліп отырады. Жалпы бұларды неге сиырдың именно асқорту жүйесін қарастырып жатырмыз? Себебі бұлардың асқазаны 4 бөлімнен тұрады. Яғни асқазаны ең үлкен, сиырдың асқорту жүйесі. Күйіс қайтаратын не только сиырда, одан бөлек бүкіл күйіс қайтаратындардың асқазандары негізі көбінесе 4 бөлімді болып келеді. Так, ең үлкен қарны, қарны тұрғызатын болса, қарны 4 бөлімнен тұрады. Ең үлкен бөлімі бұл үлкен қарын. Атайтып тұр, оны басқаша мес қарын деп атаймыз. Екінші қарны бұл жұмыршақ. Жұмыршақ пен үлкен қарын жалпы бір тұтас бөлім болып келеді, себебі екеуінің құрамындағы заттар бірдей. Так, бір тұтас бөлім. Так, одан кейін үшінші қатпаршақ қарын. Қатпаршақ қарын кітапта, то есть қалай келеді? Кітаптың беттеріне ұқсас болып келеді. Мысалы, кітаптың бетін жауып қойсаңдар, бүйтіп беттер тұрады ғой былай. Беті жауып кітапты қарасаңдар. Мына жерде сызық, салың болып тұрады, парақтар тура сол сияқты. Кітаптың беттеріне ұқсас болып келетін қарны десе, қатпаршақ қарны белгілейсіңдер. Бұл тестте келген. Так, одан кейін төртінші қарны бұл ұлтабар, немесе нағыз қарын деп аталады. Неге? Себебі асты нағыз қорытатын бөлігі осы ұлтабар деп аталатын төртінші қарны екен. Жалпы мынау біздегі сиырдың асқорту жүйесі, қазір сызба бойынша айтып өтеміз, қалай асты бұлар қорытады екен. Ең бірінші ауыз қуысы арқылы бұлар шөппен қоректенеді, білеміз, күйіс қайтаратында шөп қоректі. Шөппен қоректеледі. Ең бірінші шөпті ауыз қуысына шайнайды. Бұлардың тістерінің ерекшелігі, бұларда ит тістері болмайды. И бұлардың азот түстері көбірек болады. И бұлар шөпті шайнайды, и бұларда сілекей бездері уже ауыз қуысына ыдыратып бастайды. Сілекей бездері білеміз, сілекей безінің құрамында көмірсуды ыдырататын амилаза дейтін бар. Сол амилаза уже ауыз қуысында шайнап жатқан кезде ыдыратып бастайды фермент. Одан кейін ол жұтқыншақ арқылы өңешке түседі, міне. Мына жақта жұтынатын ол қызыл палочканың тұрған өңеш. Өңештен кейін бізде ең бірінші қарын ол үлкен қарынға түсеміз. Так, бұлай келеді қараңдар. Жасыл палочкамен барамыз. Мынау тұрған бірінші үлкен қарын. Көрдіңдер ма? Бірінші мес қарын деп тұр ғой. Мес қарын деген бірінші қарын. Осыған барамыз, үлкен қарынға түсінеді. Бұл жерде не болады? Так, бұл жерде ерекшелігі мес қарнында бактериялар, бір жасушалы ағзалар өте көп болады. Жалпы неге мес қарнында бактерия көп? Сендер ойлап қалмаңдар, бактерияның бәрі зиянды деп. Пайдалы бактериялар да бар. Мысалы, сүтті айранға айналдырып жатқан бактериялар, жүзімнен алкоголь алуға болады, ол да пайдалы бактерия. Сол сияқты біздің асқазанымыздағы өсімдік тектес заттарды ыдыратуға көмектесетін ол бактерия. Негізі бар ғой, оқушылар, өсімдік тектес көкөністерді асқазанның қорытуы негізі қиындау ше. Бірақ біздің жаратылысымызда
біздің асқазанымызда, ішегімізде арнайы табиғи ішек бактериясы бар да, ішек бактериясы. Бұл ішек бактериясының ерекшелігі, бұл табиғи түрде болады, и ол біздегі өсімдіктің сыртына қабығын, яғни жасуынығын ыдыратуға көмектеседі екен. Так, мынау сонда жұтқыншақ арқылы өңештен кейін мес қарынға түседі. Мес қарында бактериялар мен бір жосшал ағзалар болады, и обратно қараңдар, мына жасыл сызықпен қараңдар, бірінші кіреді, мес қарынға түсіп, обратно ауызға қарай қайтып жатыр. Ерекшелігі бұл жерде көрдіңдер ма, ана мес қарында сәл-сәл қорытылады да, ол қайтадан ауызға қарай қайтады. Сөйтіп ол ауызда шайнап тұрады. Сондықтан бұлар күйіс қайтаратындар деп айтады. Яғни тойған сиыр бізде күйіс қайырады екен, иә? Так. Енді жалпы не істейміз? Бактериялар арқылы мес қарында тамақ кішкене қорытылады, ауыз қуысынан келеді, ауыз қуысында тағы да біз не істейміз? Шайнала бастайды. Ол әбден уже қорытылады ауызда. Бір рет шайнайды, кейін мес қарынға жібереді, кейін қайтадан ауызға жібереді, ауызда қайтадан шайналады. Сөйтіп жақсылап шайналған қорек не істейді? Тағы да жұтылады. Уже бұл жерде келесі жұтқан кезде үлкен қарын мес қарынға бармайды. Сразу неге барады? Мынау бізде жұмыршаққа барады. Келесі жұтынғанда жұмыршаққа барады екен. Біз қызылды көріп тұрсыңдар, иә? Жұмыршаққа барамыз, жұмыршаққа түседі. Онда бізде не істейді? Қорек бізде тағы да микроағзалар, тоже жұмыршақ пен мес қарын бір тұтас жүйе деп атадық қой. Бұл жерде де не болады? Жұмыршақта да бактериялар, ұсақ ағзалар болады. Бұлар тоже тағы да тамақты ыдыратады. Жұмыршақтан бізде не істейді? Қорек қатпаршақ қарынға түседі. Қараңдар. Мынау жұмыршақ қарын, одан кейін біздегі қатпаршақ қарын. Қараңдаршы, кітаптың беті сияқты қатпарлардан тұратын сиырдың қарын бөлімі десе, осы қатпаршақты белгілейсіңдер. Мына суретті кішкене жақындатып қарасаңдар, кәдімгі кітаптың беттері сияқты салың-салың болып тұрады. Бет жабылып тұрған кітапта. Мына шетінен қарасаңдар, енінен. Так, жалпы бұл қатпаршақта бізде не істейді? Тағы да тамақ уже жұмыршақтан кейін осы қатпаршақта тағы да андай қатпаршақ дейтін, как терка сияқты, терка білесіңдер ма? Сәбізді теркадан өткізетін, сол сияқты тамақты пышақпен тураған сияқты турап тастайды. Сосын ұсақталған қорек не істейді? Жалпы осы жерде күштілеп қорытылады. Сосын барып қарынға түседі. Жалпы бұл қарын, ол нағыз қарыны, бұл ұлтабары. Қараңдар, қатпаршақтан кейін сразу қара палочкамен тұрған ұлтабар. Ұлтабар дейтін нағыз қарын, себебі дәл осы жерде қарынның сөлдері болады. И ол сөлдер жақсылап ыдыратады. Мысалы, біздің асқазанымызда да сөл болады ғой. Пепсин, ферменттер, то есть ферменттер асқазан сөлі болады. И бұлар ыдыратады. Ал сиырдағы бүкіл қарасаңдар, байқасаңдар, мес қарында тек бактерия, микроағза, жұмыршақта да бактерия, микроағзалар, қатпаршақта ол өзі қатпарлар арқылы, ал ұлтабарда нағыз қарынның сөлі, ферменттер арқылы ыдыратады екен. Жалпы толық бір жола қорытылады, сосын барып ішекке қарай өтеміз. Уже ұлтабардан кейін ішекке қарай кетіп отыр. Ішектің сырттарында қан тамырлар тұрады, и сол ішекте сіңген, жақсылап қорытылған тамақтар, өте ұсақ болған тамақтарды қанға қарай өткізіп жібереді. Қан оны бүкіл дененің бойымен таратып кетеді. Ал қорытылған кішкене ірі болып қалған, майда бөлшекке ыдырамай қалған заттар дальше аш ішек, тоқ ішек, тік ішек болып дальше ол кетеді. Так, сонымен едәуір құрғақ болған тамағымыз дайын болады, дальше кетеді, микроағзалар қорытылады, айттық. Так, мыналарды қарап алсаңдар болады, жақындатып қараған кезде, бізде мынау ең алғаш келген кезде өңеш арқылы мынау сендердегі үлкен қарын, үлкен қарынға түседі, үлкен қарыннан ауызға қайтады да, обратно қайтадан жұмыршаққа кетеді. Жұмыршақтан шығып мынау қатпаршаққа барады. Қатпаршақтан шығып ұлтабарға, ұлтабардан ішекке кетеді. Мынау үйінде, ауылда тұратындар, мал сойып, қой сойып, сиыр сойып көрген кезде байқайсыңдар, мынадай қарынды көресіңдер, мамалардың тазалап ататын шығар. Сол кезде кітаптың беті сияқты қатпарлардан тұрады деп, осы қабыршақ немесе қатпаршақ қарынды айтады екен. Так, ас қорыту жүйесі бойынша осы оқушылар сендерде сол қарапайым бір жасушалы ағзалардың ас қорыту жүйесін сұрайды, и осы күйіс қайтаратындар. Жануарлардың ішіндегі көп келетін ас қорыту жүйесі. Қалғандардың ас қорыту жүйесі бірдей. Анатомиядағы адамның ас қорыту жүйесі бойынша тағы бір сабақ өтеміз алда. Пока қазір жануарлардікі. Кеттік, енді біз жануарлардың жүйке жүйесі бойынша танысып шығайық. Ол қандай болады жалпы?
Ең бірінші жүйке жүйесі деп отырған оқушылар бізде бүкіл ағзаны реттеу жүйесі деп атасақ та болады. Жалпы бірінші бізде жануарларды біз жіктеп шыққанымыз естеріңде болар. Ең бірінші қарапайымдылар, одан кейін губкалар класы, губкалардан кейін ішекқуыстылар, ішекқуыстардан кейін жалпақ құрт, ішекқуыстардан кейін жұмыр құрт, жұмыр құрттан кейін жалпақ құрт, сосын бұлтық құрт, ұлулар, буын аяқтылар, оған буын аяқтыларға үрмекші тәріздестер, шаян тәріздестер, бунақ денелер жатқыздық. Сосын омыртқалыларды жіктеген болатынбыз, яғни омыртқалыларды басқаша не дейміз, желілер деп атасақ болады. Осылар бойынша бұлардың жүйке жүйелері қандай екен? Жалпы ең бірінші губкалар, бұларда жүйке жүйесі әлі қалыптаспаған болатын. Одан кейін бізде ішекқуыстылар, ішекқуыстының өкілі ретінде мысалы гидраны аламыз. Гидраның жүйке жүйесі бұл диффузиялық немесе торлы деп отыр. Жүйке жүйесіне не жатады деп түсінбей отқан оқушылар, бұл бізде ми мен жұлын. Сол бойынша айтамыз. Яғни систематика бойынша ең қарапайымдарда қандай болған, ең соңында біз адамға дейін жүйке жүйесі қандай, соны салыстырмалы түрде жіктейміз. Ішекқуыстылар немесе гидрада диффузиялық торлы жүйке жүйесі, одан кейін жалпақ құрттарда диффузиялық түйінді жүйке жүйесі болады. Бұлтық құрттарда сатылы жүйке жүйесі, ұлулар мен буын аяқтыларда түйінді жүйке жүйесі, түтікше тәрізді жүйке жүйесі ол барлық омыртқалылар немесе хордалылар желілерде болады екен. Мына суретке қарайық. Мынау бізде тұрған гидра. Гидра дейтін ағза бұл бізде ішекқуыстыға жатады. Бұны қарасаңдар, жүйке жүйесі қандай болып тұр? Торлы, немесе диффузды деп атаймыз. Диффузды жүйке жүйесі. Диффузия дейтін нәрсені білесіңдер ғой, молекулалардың таралып, мысалы духи сепкен кезде ол духи целый комнатаны алып тарап кетеді ғой. Сол сияқты диффузиясын толық қаптап таралып жататын жүйке жүйесін айтады. Шашыраңқы болып, бұл гидра ішекқуыстарда осындай диффузды жүйке жүйесі немесе торлы жүйке жүйесі деп келеді. Онда гидраны белгілейді екенбіз. Одан кейін бізде ақсуама, яғни ақпланария деп аталатын ағза, бұл жалпақ құртқа жатады. Жалпақ құрт бұлардың жүйке жүйесі жүйке түйіндерінен немесе диффузды түйіндер деген сияқты болып келеді. Қарасаңдар, жүйке жүйесі қараңдар былай кеткен, прямой, былай мынандай сызықтар кеткен. Мұна мен мұна біріккен кезде ортада түйін пайда болады. Яғни кішкентай мынада түйіндер бар. 1 түйін, 2 түйін, 3 түйін, 4 түйін, 5 түйін деген сияқты. Яғни түйіндерден құралған және бұл түйінді жүйке жүйесін құрайды екен. Бұл жалпақ құрт. Одан кейін бізде бұлтық құрт. Бұлтық құрттарға бізде шұбалшаңды жатқыза алатын едік, сүріктерді жатқыза алатын едік, қандауыршан жатқызатын едік. Енді қараңдар, бұлтық құрт бізде шұбалшаң, мына жерде сүрік көрсетіліп тұр. Бұлардың жүйке жүйесі қандай? Қарасыңдар, сатылы жүйке жүйесі. Кәдімгі лестница сияқты жоғары көтеріле берген. Сондықтан бұлардың жүйке жүйесі сатылы деп аталады екен. Одан кейін буын аяқты жәндік, яғни қоңыздарда, бұлар бізде қандай болды? Түйінді жүйке жүйесі. Одан қараңдар, бізде диффузды түйінді жалпақ құрттарда, ал буын аяқтына қоңыздарда жоғары жақ бөліктерінде ғана, бас бөлігінде, бас көкірек бөлігінде ғана нелер тұр? Түйіндері тұр. Түйінді жүйке жүйесі тұр екен. Одан кейін ұлулардікі бізде бір түйін болады, ол түйінен жүйкелер тарайды. Бұны қарасаңдар, тура біздің сүтқоректілердің жүйке жүйесіне ұқсап кеткен. Мысалы, 8 аяқ өте ақылды жануар, байқасаңдар. Тура біздікіне ұқсайтын, бас бөліміндегі түйіні үлкендеуді, ал одан тарайтын жүйкелері бар. Тура біздікі сияқты, бас бөлімдегі түйіні үлкейгендіктен бұны ми деп атайды. Сосын олардан мынандай жүйкелер тарайды. Одан кейін омыртқалылар, омыртқалы яғни қаңқасы бар. Мынаның бәріне гидра, ақсуама, бұлтық құрт, буын аяқтылар, жәндіктер, ұлулар, бұлардың ешқайсында омыртқа, яғни сүйек қаңқасы жоқ. Сондықтан бұлар омыртқасыздардың жүйке жүйесі. Ал омыртқа мына кесірткені жатқыза аламыз, мысалы ретінде, кесіртке, құстар, бақалар, балықтар, адамдардың бәрі омыртқаларға жатады.
қарапайым мысал ретінде кезіртке көрсетілген. Жалпы біздің жүйке жүйеміздің ерекшелігі біздікі түтікшелі жүйке жүйесі деп аталады. Неге түтікшелі? Себебі біріншіден мынау ұзын түтік сияқты да, бас бөлімімізде миымыз бар, одан арқамызда омыртқамыздың ішінде жұлын жатады. Түтік сияқты ұзын болып созылып жатады. Сондықтан түтікті жүйке жүйесі деп аталады. Яғни түтікті жүйке жүйесі екі бөліктен тұрады. Ол мидан және жұлыннан. Мидан және жұлыннан тұрады екен. Түсінікті ма? Комментарий көру керек. Не айтып отқаным? Қандай сұрақтар бар? Мен мынаны қарызайын айтып тұр. Так, енді оқушылар, бұл біз қазір ас қорыту жүйесімен таныстық, жануарлардың жүйке жүйесімен таныстық. Енді қозғалысымен танысайық, иә? Қалай қозғалыс жасайды? Жалпы жануарлардың қозғалысынан бірінші біз мынау өсімдіктердің қозғалысымен бір танысып алайық. Сосын жануарлардың қозғалысымен танысамыз. Япай. Эколи деген ба ема? Жақсы көрініп тұрса емес. Жақсы түсінікті болса. Так, үшелік. Қозғалыс бойынша ең бірінші оқушылар өсімдіктердің қозғалысымен танысып өтейік, сосын жануарлардың қозғалысымен танысамыз. Жалпы өсімдіктер де, жануарлар да, адамдар да көп жасушалы ағзаларымыз. Мысалы, өсімдіктің бір жапырағының түзілуі үшін бірнеше миллиондаған жасушалар бірігеді. Сабағының түзілуі үшін де мыңдаған жасушалар бірігеді. Бізде де дәл солай. Енді бірақ бұлардың жасушалары ерекше, біздің жасушаларымыз ерекше. Так, жалпы бұлардың өсімдіктердің жасушасы мен адам жасушасын салыстырмалы түрде ерекше болады. Мысалы, қарасаңдар, өсімдіктің жасушасы, мысалы, өсімдіктің жапырағын ұстап көріңдерші, қалай болады? Кішкене қаттылау болады, иә? Ал енді өздерінің терілерін ұстаңдаршы, қандай? Эластичный, созылмалы болады. Бұдан түсінуге болады, өсімдіктің жапырағының жасушалары мықтылау да, яғни жасушасының сыртында қабығы сәл қаттылау болып тұр да. Ал біздің тері жасушаларын ұстап көріңдерші, қандай? Эластичный прям. Яғни біздің жануарлардың именно, не только біз, жануар, қасқыр болсын, ит болсын, олардың терілері де созылады, кішкене болсын. Яғни олардың жасушаларының қабығы қатты емес. Так, жалпы өсімдіктердің жасушасының қабығы қатты болғандықтан бұлар өз пішінін өзгерте алмайды. Өсімдіктер пішінін өзгерте алмайды. Білеміз ғой, иә? Так, жалпы бұларда бұлшық ет, сүйек болмағандықтан белсенді қозғалмайды. Бір орыннан келесі орынға жүгіріп кете алмайды, иә? Бұларда ондай бұлшық ет, сүйек дейтін нәрсе қалыптаспаған. Бірақ өсімдіктер қозғала алады. Қалай? Тек просто оңға немесе солға бір бағытқа қарай бұрыла алады. Так, адымдап қозғалу дейтін нәрсе бұларда жоқ. Енді бұлардың қозғалысы қалай? Қай уақытта көруге болады? Сыртқы температура өзгерсе, сыртқы бір атмосфера өзгеретін болса, өсімдіктердегі қозғалысты байқауға болады. Мысалы, жарықтың түсуін қараңдаршы. Егер жарықты өсімдіктің жоғарысынан түсіретін болсақ, ол жоғары қарай өседі. Ал жарықты алып сол жаққа қарай бұрып, сол жақтан жарық түсіретін болсақ, жапырақ солға қарай бұрылып өседі. Неге? Себебі өсімдік жасушасының ішінде пигмент бар. Хлорофиль деп аталатын. Сол пигмент күнді жақсы көреді. Яғни күнге қарай бұрылады, күнге қарай жүгіреді ол пигмент ше. Яғни ондай құбылысты біз фототоксис деп атаймыз. Сол фототоксис нәтижесінде олар жарыққа қозғалады екен. Мысалы, түнде қараңғыда фонарик жақсаңдар, фонариктеріне қарай шыбын шіркейдің бәрі жүгіріп келе ма? Тура дәл сол сияқты жарыққа қарай өсімдіктер де бағытталады екен. Одан бөлек тағы өсімдіктің қозғалуына не только жарықта, мысалы, гүлдердің ашылып жабылуы, мысалы, күндіз гүл ашылады да, түнде жабылып қалатын гүлдер бар ғой, намаз шам сияқты бір гүлдер бар, күндіз жабылады да, түнде ашылады. Сосын тамырдың тереңдікке қарай өсуі, бұл да өсімдіктің бір қозғалысы болып табылады. Енді абсолютті түрде өсімдіктер қозғалмайды деп айта алмаймыз. Тамырдың да қараңдаршы, мына тамыр қараңдар, бірінші тамырда тамыр тереңге, былай прямой тұрған өсімдіктің тамыры тереңге қарай кетіп отыр да, ал жаңа қарай бет бұрып қойшы отростыкты, оның тамыры жаңа қарай өспейді, обратно былай терең қарай. Қарасаңдар да, ана екінші суретке, тамыр былай қарай кете берсе болады ғой, солға қарай. Но ол емес, тамыр
отросток бұрып қойса да, бұл төмен қарай, жерге қарай бағытталып жатыр. Жалпы бұл жердегі нәрсе геотрапизм деп аталады. Бұл нәрсе геотрапизм, гео дейтін жер, трапизм қозғалу деген сөз. Яғни жерге, төменге қарай бағытталып, тамырға тән нәрсе всегда төменге қарай қозғалады. Мысалы, неге тамыр жоғары қарай өсіп кетпейді? Поворот жасап жоғары қарай неге тамыр өсіп кетпейді? Немесе өсімдіктің сабағы неге төмен қарай бағытталып өспейді дейтін вопрос. Яғни сондай бір трапизмнің түрлері болады. Фототрапизм дейтін бар. Фототрапизм жарыққа қарай қозғалады. Сабақ, өсімдіктің сабағына тән нәрсе ол фототрапизм, жарыққа қарай қозғалады. Геотрапизм ол тамырға тән. Тамыр ол всегда жерге қарай бағытталып қозғалады. Оны тамыр төңкеріп қойсаң да былай қаратып, ол аспанға қарай өспейді, жай поворот жасап төменге қарай бағытталады. Сондай бір трапизм түрі екен. Так, жалпы біз түсіндік, ол тамыр болсын, басқа нәрсе болсын, нені сыртқы құбылыстарды сезіп, соған бағытталып өсе алады екен. Өсімдіктерде, ал адам мен жануарларды білеміз, бұларда тірек қаңқа жүйесі қалыптасқан, кәдімгі немен қаңқа бұлшықеттер арқылы қозғалыс жасайды екен. Жалпы біздегі қаңқамыз ол тірек қызмет атқарады, бойымызды тік ұстап тұруларына осы қаңқа жақсы рөл атқарады, сондықтан тірек қызметі деп атаймыз. Так, ал дененің қозғалыс жасауы, тік тұруымыз бұлшықет сүйек болатын болса, егер сүйекте бұлшықет болмайтын болса, біз тік тұра беретін едік. Сол сүйекке бұлшықет біріккендіктен, мысалы, кәріжілік тұрса, ол кәріжіліктің сыртында бұлшықет тұрады. Егер тек қана сүйектен тұратын болсақ, біз просто тұратын едік, стойка сияқты бір орнынан қозғалмай, иә? Ал бұлшықетіміздің арқасында біз не істейміз? Жиыламыз, қолымызды көтереміз, түсіреміз, жылжимыз, бетімізді қимылдатамыз, иә? Түрлі мимика көрсетеміз, оның бәрі бұлшықет. Яғни бұлшықет пен сүйек ол подружкалар, олар всегда бірге жүреді. Екеуі бірге жұмыс атқарса ғана адамда қозғалыс пайда болады екен. Так, енді трапизмдермен танысайық оқушылар, өсімдіктердегі. Жалпы трапизм бұл өсімдік жасушалары, ұлпалары мен мүшелерінің белгілі бір тітіркендіргішке қатысты қозғалуынан байқалатын реакция. Тітіркендіргіш дейтін сырттан әсер ететін фактор. Мысалы, жарық тітіркендіргіш болып табылады. Яғни, жарық дейтін өсімдікке әсер етеді, сөйтіп не істейді? Соның нәтижесінде реакция көрсетеді өсімдік. Яғни, не істейді? Соған қарай бағытталып өседі деген сияқты. Енді біз трапизмнің оқушылары екі түрін қарастырамыз. Ол жағымды трапизм және жағымсыз трапизм. Жағымды трапизм бұл тітіркендіргішке қарай өсу. Мысалы, күн әсер етеді ғой өсімдікке. Сол кезде о деп сол әсер еткен затқа қарай бағытталып өссе, ол жағымды трапизм немесе оң трапизм деп келеді. Ал күн әсер еткен кезде одан тітіркендіргіш, күн тітіркендіргіш, ол әсер еткенде одан қашатын болса, басқа жаққа қарай кетіп қалатын болса, онда ол жағымсыз трапизм болып табылады екен. Енді осы жағымды трапизм бар, тітіркендіргішке қарай өсетін ол жағымды дедік. Сол жағымды трапизмнің екі түрі бар. Ол бізде фототрапизм және геотрапизм. Фототрапизм, мысалы, күннің жарығы тітіркендіргіш, күннің жарығына қарай өсімдік өседі. Соған қарай барып жатыр тітіркендіргішке қарай. Онда ол фототрапизм. Бұл жағымды трапизмге жатады екен. Тамырдың топыраққа қарай өсуі. Топырақ бұл бізде тітіркендіргіш. Тамырдың топыраққа қарай бағытталып өсуі бұл геотрапизм болып табылады екен. Топырақтан қашып ауаға шығып кеткен жоқ қой, ауаға қарай шығып кететін болса, онда оны біз жағымсыз трапизмге жатқызатын едік. Так, мына жерге қараймыз. Мынау бізде бір өсімдік. Өсімдіктің сабағы және тамырына қатысты теорияны көрейік. Өсімдікті аламыз да, тік тұрып тұрған өсімдікке жатқызып қойып қояйық. Жатқызып қойған кезде, мынау өсімдіктің астында топырақ тұрады да, ал жоғары жағына күн, яғни жарық әсер етіп тұрады. Енді өсімдік қалай өседі екен? Осы моментте қарасаңдар, жатып тұрған өсімдіктің сабағы, жоғары жақтағы сабағы жай жарыққа қарай поворот жасайды. Жерге қарай бұрылып өсіп жатқан жоқ, жоғары жарыққа қарай өсіп жатыр. Ал тамырын қарасаңдар, жай топыраққа қарай бағытталып кетіп жатыр. Яғни бұл жерде жағымды, екеуінде де жағымды трапизм болып тұр. Сабақта фототрапизм жүреді екен, яғни жарыққа қарай бағытталу, ал тамырда геотрапизм жүреді екен, яғни топыраққа қарай бағытталу. Түсінікті ғой? Фототрапизм кімде жүреді десе, сабақты белгілейміз. Геотрапизм есе тамырды белгілейді екенбіз. Енді суретке қарап, оқушылар өздерінің ойларын айтыңдар. Мына жерде қараңдар, өсімдік бірінші суреттегідей, мынау қараңдар. Бірінші суреттегідей өсіп келе жатқанда, жарықтың түсу бағытына қарай екінші суреттегідей өсуге тура келді.
өсімдіктің қисық өсуін төмендегі жағдайдың қайсысы дәлелдей алады? А жауабы дұрыс па, В жауабы ма, С ма, Д ма? Қай жарықтың әсерінен өсімдік қисайып қалды? Так, белгілеңдер, мен сендерді комментарийда жауабын күтемін. Так, Айзере С деп белгілепті. С дейді. С, молодцы, Айзеренің жауабы дұрыс. Мына жарық сол жақтан әсер еткенде, мына өсімдік сол жаққа қарай бұрылады екен. Фотопериодизм дейтін оқушылар, период дейтін нәрсені білесіңдер ма? Күз, қыс, жаз дейтін. Сол периодтарға қарай өсімдіктердің бейімделуі. Мысалы, көктем дейтін периодта не істейді? Гүл ашады деген сияқты. Сондай бір периодтардағы өзгерістерін айтамыз. Так, енді сол бойынша нақтылап тоқталайық. С депті. С деген белгіден бәрі дұрыс. Так, жалпы қараңдар, фотопериодизм бұл да өсімдіктің қозғалыс бір түріне жатқызуға болады. Бұл тірі ағзалардың, яғни күннің ұзақтығына байланысты физиологиялық үдерістеріндегі өзгерістерді айта алады екенбіз. Мысалы, егер ерте күн жылынып кетсе, не істейді? Күрт үсік түсуден, немесе күзде күрт суып кетуден болатын шығынды азайту үшін ағзалар ауа температурасына ғана емес, жарық күн ұзақтығына да әсер етуге бейімделген. Бұл нәрсені қалай түсінеміз? Мысалы, қараңдар, қазір қыстың соңғы 3-ші айы, январь, февраль ма? Февраль дейді. Февральдің соңына қарай, мысалы, күн жылынып кетеді, бірақ ол күн жылынып кетсе де, өсімдіктер сезеді, что әлі қыс айы бітпеген. Егер бұлар, ой, күн жылынды ғой деп гүл аша салатын болса, онда әлі бітпеген құсай қайттан қар жауып, гүлдің бәрі үсіп өліп қалуы мүмкін. Сондықтан өсімдіктер ақылды, қыс айы әлі бітпеген сезеді. Ол қалай сезеді? Ол күнге қарайды. Білеміз, жаз айында күн ұзақ, түн қысқа болады. Ал қыс айында түн ұзақ, күн қысқа болады. Сол нәрсені өсімдіктер сезеді екен. Сол күннің ұзақтығы өзгергеніне байланысты олар көктемнің келгенін, қыстың келгенін, жаздың келгенін сезе алады, периодтардың ауысқанын. Яғни осындай бір сондай қасиеттерден соған байланысты бұлар өзінің күрт ерте гүлдеп қоюдан өздерін сақтай алады екен. Так, жалпы бізде оқушылар осыған байланысты тағы да өсімдіктер жіктейміз. Қысқа күндік өсімдіктер және ұзақ күндік өсімдіктер. Жалпы қысқа күндік өсімдік деп тұрған күнді, яғни күнді онша жақсы көрмейді бұлар. Күнді онша жақсы көрмейді. Бұлар барынша қараңғы көп болғанын қалайды. Яғни жарықтары аз, қараңғылықты көп болған қалайды. Яғни қысқа күндік өсімдіктердің жеміс беру үшін қараңғы көбірек болу керек. Яғни как минимум 12 сағат қараңғылық керек. Түсінікті ма? 11 сағат, 10 сағат болса, уже бұларға жеміс беру үшін жеткіліксіз. Жарық көп болып кетсе, бұларда онда жеміс беру төмендеп кетеді. Бұларға барынша жарық аз, қараңғылық көп болу керек. Сонда жақсы жеміс береді. Бұл қысқа күндік өсімдіктер. Ал ұзақ күндік өсімдіктер үшін жарық көп болу керек. Барынша мейлінше жарық көп түссе, онда бұлар ұзарып өседі, жеміс береді деген сияқты. Бұлар үшін как минимум 13 сағат жарық керек. 13 сағаттан жарық азайып кететін болса, 12 сағат қана жарық беретін болса, онда бұлар жеміс бермей қояды екен. Түсінікті ғой, ұзақ күндік және қысқа күндік өсімдіктер деп осылай жіктеуге болады. Так, енді біз фотопериодизм ретінде бір практикалық тапсырма қарасақ болады. Мысалы, теплицаларды білесіңдер, Мысалы, шалқан бақшада өскендіктен тамыр жеміс түзіп үлгермей, гүлдеп тұқым түзе бастайды. Мысалы, тамыр жемісті түзбейді, сразу гүлдеп тұқым түзе бастайды. Жалпы, тамыр жемістің барлық қор заты соған жұмсалып кетеді. Қараңдар, негізі шалқанның жемісі, ол шалқан деп отырған оның жемісі, оны біз жейміз. Ал олардың гүлі ашылып кеткен кезде, уже ол бүкіл энергия қор затты гүлдің ашылуына жібереді. Енді гүлдің ашылуы үшін де энергия керек қой. Ал шалқандағы бүкіл қор зат кетіп қалады сол жаққа қарай дейді. Гүліне қарай. Шалқанды жылыжайда жарық түсіре отырып өсіргенде, тамыр жеміс түзіп, көпке дейін гүлдемей тұрады екен. Көрдіңдер ма? Егер оған жақсы жарық түсіріп отыратын болсақ, онда қор заттарын гүлге қарай жібермейді, жеміс өзіне сақтайды қор заттарын. Сонда шалқанда ірі, дәу болады, оны сатсаң да ертең күшті пайда алуға болады. Жалпы ашық алаңда да осындай жетістікке жетуге болады. Ол үшін белгілі бір уақыт күңгірт пленкамен жауып қоюға болады гүлін.
өсімдікті осылай алдау арқылы да қажетті өнімді алуға болады екен. Жарығын жауып қоясың да, сонда гүлдемей тұрады пока что ше. Гүлдемей тұрса, ол гүлге энергияны көп қорытпайды да, қор заттарын бермейді. Шалқан өзінің жемісіне қорды береді. Сонда шалқанның жемісі жақсылап пісіп, күшті бір жеміс алуға болады. Так, енді жақсы, енді жарық дәрежесінің қарқындылығына байланысты тағы да өсімдіктерді бөлеміз. Олар жарық сүйгіш өсімдіктер және көлеңке сүйгіш өсімдіктер. Так, жалпы жарық сүйгіш өсімдіктер, олар барынша ашық алаңдарда, жазықтықтарда өседі. Бұлар негізі жарық көп түспей қалса, онда онша өспей қалады. Оған кімдер жатады? Мысалы, қарағай, түймедақ, қант қамысы, эвкалипт дейтін өсімдіктер. Қарағайларды білесіңдер ме? Алматының тауларында қарағайлар өте көп қарағай ағаштар, олар бір-бірімен жарысып, таулардың бәрінде қарағай ағаштар тұрады. Жарысып өседі. Барлығы неге жарысып жатыр? Күнді барынша кім өзіне көп алса, сол ұзын болып өседі. Ал қысқа болып өсіп қалғандар күн жетіспей қысқарып жоқ болады. Онша өспей қалады. Сондықтан бар қарағайлар күнге таласады. Бұлар да бәсекелестік күнге. Түймедақты білесіңдер, қант қамысы, білеміз, қанталады, эвкалипт дейтін ағаштар екен. Көлеңке сүйгіш барынша бұлар, сосын мүк және плаун дейтін споралы екі өсімдік бар. Бұл жерде мен айтпақшы. Мен жарық сүйгіштер айттым, Ал енді көлеңке ұнататын өсімдіктер, жалпы бұлар тікелей күн сәулесі түсетін жерлерді жаман көреді, барынша ол жерлерде нашар дамиды. Олар барынша ормандарда, көлеңкесі көп жерлерде өскен жақсы көреді. Оған кім жатады? Үнжугіл, саумалдық, сосын жаңа мен айтқан мүк пен плаун. Мүк, плаун дейтін споралы өсімдіктер, жүйелеуде айтқан, мүк пен плаундар, бұлар барынша ормандарда үлкен-үлкен ағаштар болады, солардың астында майда-майда болып ағаштардың түптерінде өседі. Бұлар осындай көлеңке болса ғана жақсы көбейіп, спораларын шашып, өздерінің санын көбейте алады екен. Бұлар көлеңке ұнататын өсімдіктер. Аттарын жаттау керек, көп жауаптықта келеді тесте. Жарық сүйгіш өсімдікті белгіле, қараңғы көлеңке сүйгіш өсімдікті белгіле деп тесте келеді. Сондықтан ажыратып жақсылап жаттап алайық. Енді өсімдіктерге байланысты қозғалыстардың түрін айттық. Жаңа бағана трапезмді айттық, жағымды трапезм, жағымсыз трапезм, жағымды трапезмнің ішінде фототрапезм, геотрапезм, фотопериодизм дейтін нәрсемен айттық. Ал енді келесі түрі трапезмнен бөлек, бұл таксис деп аталады. Таксис. Жаңағы фототаксис дейтін нәрсені айттық. Жаңа мысалы жарықты өсімдіктің сол жағына бұрып қойсаңдар, сол жаққа қарай поворот жасайды. Таксисті жасап отқан ол өсімдіктің жасушасының құрамында пластид бар. Пластидтің ішінде тилакоид бар. Сол тилакоидтың мембранасында хлорофилл деп аталатын фермент бар. Сол фермент жарыққа қарай қозғалады. Сол таксис тудырып жатырған сол. Жалпы таксис қозғалуға қабілетті ағза, жеке жасушаның тітіркенішке қозғалу реакциясы екен. Яғни таксис әсер етсе, сол таксиске қарай қозғалу әрекеті. Жалпы бұл арқылы кімдер қозғалады? Не только өсімдіктер, одан бөлек бактериялар да. Мысалы не айтуға болады? Мына жерде су тұрда, судың ішінде кішкентай микроорганизмдер, ұсақ ағзалар жүр суда, таза суда. Енді мен осы суға оқушылар кішкентай шетіне қарай тұз сеуіп қойсам, тұздан қашады аналар. Судың оң жағына кішкентай тұз себетін болсам, тұз құятын болсам, онда тұз жақтан қашып, сол жақ қарай бүкіл судың ішіндегі бактерия, микроорганизмдер сол жақ қарай қашады. Яғни бұның өзі таксис болып табылады. Яғни бұны теріс таксис десек болады. Яғни тітіркендіргіш тұздан не істеп жатыр, қашып жатыр. Осындай нәрсені айтуға болады. Енді Настя дейтін қозғалыстың түрі бар. Яғни бұл өсімдік мүшелерінің жасуша серпімділігінің өзгеруіне бағытсыз қозғалысы. Жалпы бұл Настяның біз 3 түрін қарастырамыз. Ол гаптонастя, никтонастя и фотонастя. Бұл деп отырған не? Гаптонастя мимоза дейтін өсімдікті білесіңдер ме? Мимоза. Мимоза дейтін өсімдік бар ғой, бұлай аузы ашылып жатады да, ана жерге барып, шыбын ба, бір көбелек ба қонса, фук жабылып қалып, ананы жеп қояды, ішіне салып, бунақ денелерді жеп қояды. Мимоза дейтін өсімдік бар. Шыбын жұт дейтін гүлдің аты бар, соны гаптонастиялық құбылыс болып табылады. Яғни гаптонастия. Яғни тітіркеніш бірдеңе әсерде сразу қозғалыс болады. Бұл гаптонастия. Сосын никтонастия дейтін бар. Бұл ұйқылы қозғалыс деп аталады. Яғни жарық пен температураға байланысты жапырақ пен гүлдің ашылып, жабылуы. Мысалы,
жаңбыр жауып жатқан кезде гүлдер жай жабылып қалады. Көлеңке уже қараңғы түсе бастаған кезде гүлдер жабылып қалады. Күн ашылса гүлдер ашылады, күн шықса. Яғни бұны біз нектонастия деп аталады екен. Сосын фотонастия. Бұлар жарыққа байланысты. Қараңғы немесе жарыққа, фотоға байланысты. Фото дейтін жарық деген сөз. Так, келесі өсімдіктерде қозғалыс бұл нутация деп аталады. Нутация деп отырған бұл өсімдік мүшелерінде тургорлық циклдің өзгеруіне байланысты болатын маятник немесе айналмалы қозғалыс. Так, бұл деп отырған не? Бұл жерде бірінші тургор дейтін нәрсені айтайық. Тургор дейтін оқушылар өсімдіктің жасушасы болады. Ол жасушаның ішінде 95% құрайтын бір органоид бар, оның аты вакуоль. Вакуоль ол жасуша шырыны, яғни суға тола болады да. Егер өсімдікте осы вакуольне су толатын болса, тургорлық цикл, яғни тургор дейтін ол жалпы суға қанығу деген нәрсе ғой. Өсімдіктің жасушасы суға қанығады. Енді мына жерде өсімдіктің кімдерде көресіңдер? Құлпынайдың мұртшалары, бір асқабақ қауым дейтіндер осындай кішкентай сабақтардан тургор маятник сияқты оралып тұрған нәрсені көресіңдер ғой, сабақша сияқты. Бұл деген сөз су толады да бұларда. Су толған нәрсесін керіледі, сөйтіп бүйтіп орам жасайды, маятник жасайды. Чишкалар бар ғой, бүрлер, ашық тұқымдардың бүрлері. Бұларда да маятник құбылысы болады. Бұндай кеуіп кеткендерінде емес, кеуіп кетпеген суға әлі қанықпағандарында болады екен маятник сияқты қозғалысы. Так, нутация, настия, таксис, тропизм, фотопериодизм түсінікті ме оқушылар? Кері байланыс бер жерек. Түсінікті дейді, жақсы дейді. Код сөз сабақтың соңында айтылады, әлі айтылған жоқ. Түсінікті, молодцы, түсінсеңдер қуаныштымын. Так, біз өсімдіктердің қозғалысын біттік. Оқушылар, енді біз қазіргі қозғалыс бұл жануарлардың қозғалысына тоқталамыз. Жануарлардың біз, как обычно, неден бастаймыз? Ең қарапайымдысынан бастайды екенбіз. Ең қарапайым қозғалыс түрінен. Қарапайым ағзалардан, молодцы. Барлықтар супер түсінікті. Кеттік. Өсімдік жануарларда ең бірінші қарапайым систематикасы жүйелегенде бірінші жануарларда қарапайымдылар, одан кейін губкалар, одан кейін ішекқуыстылар, болттық құрттар, жұмыр құрттар, жалпақ құрттар, болттық құрттар, ұлулар, буынаяқтылар, сосын барып омыртқалар басталады. Омыртқалар ішінде ең бірінші балықтар, қосмекенді, жорғалаушы құстар, сосын барып сүтқоректілер деп жіктейміз. Енді олардың бәрінің қозғалысымен танысамыз. Ең бірінші қарапайымдылар, яғни ағзасы тек бір ғана клеткадан тұратын ағзалар. Мынау бізде эвглена, қараңдар, ағзасы бір ғана клеткадан құралған. Болды, бірақ үштік, басқа ешқандай клетка жоқ. 2-3 клетка бірікпеген. Просто бір ғана клетка, біз просто оны жақындатып сендерге көрсетіп тұрмыз. Ойлап қалмаңдар, мына ішінде не бәлдер, бұның ішінде де клеткалар тұрма деп, ондай емес, бұл өзі целый бір клетка ішіндегі тұрған органоидтары. Так, бұл бізде эвглена. Эвглена дейтін бұл қарапайымдыға да жатқызамыз. Жануар ретінде әрі өсімдікке де жатқызамыз. Неге? Себебі бұл эвгленаның ішінде қараңдар, жасыл түсті болып тұрған бұның талымы бар, яғни пластид десек те болады. Фотосинтез процесін жүргізеді. Бірақ бұны біз өсімдік деп жатқыз жерейін десек, бұл қозғалады да. И кейде денесіне сырттан бергі тамақты алып жеп тастайды. Бір жағынан жануарға жатқызғымыз келеді, бір жағынан өсімдікке де. Бірақ целым алғанда біз қарапайым деп жануарға жікте жердік эвгленаны. Енді бұлар қандай болады? Бұлар күн түсіп тұрған кезде эвглена фотосинтез арқылы пластидтегі фотосинтез жүргізіп, өзіне глюкоза жасап алып, соны жейді. Автотрофты қоректенеді. Ал қараңғы түн болған кезде бұл денесіндегі мембранасы арқылы ағзасына белгілі бір қоректі кіргізіп, сонымен қоректенеді. Так, енді бұл эвглена бойынша, бұлар жалпы қалай қозғалады? Біз қозғалысын айтып жатырмыз. Бұлардың қозғалысы оқушылар талшықтары болады. Қараңдар, мына эвглена жасушасының ерекшелігі, бұлардың мынандай талшығы тұр. Міне, мына талшығы. Жаңағы талшық былай, иттің құйрығын білесіңдер ме? Сол сияқты қозғалу арқылы бұлар бір орыннан келесі орынға қозғала алады екен. Так, бізде
талшық тек эвглинада болмайды, біз бактерияны білеміз, прокариот, ядросы жоқ ағза. Бактерия да бізде талшық арқылы қозғалады. Сосын кейбір эукариотты ағзалар бар, яғни эукариот дейтін көп жасушадан тұратын кейбір ағзалар бар, оларда да 8 талшыққа дейін баруы мүмкін, немесе одан да көп. Так, сосын кірпікшелі кебісше, бұл да қарапайымды, бір ғана клеткадан тұрады. Бұлардың ерекшелігі сыртында 2000-ға жуық кірпікшелері болады. Сол кірпікшелер жыбырлайды кәдімгі. Сол арқылы қозғала алады екен. Жалпы талшыққа ұқсас, бірақ бұлар өте кішкентай да кірпікшелер. Кірпікшелі кебісше. Бір клеткалы ағза. И бұны қарасаңдар, іштерінен көрініп тұрсыңдар ма, анау жұлдыз тәрізді болып тұрған күннің шуағы сияқты, бұл жиырғыш вакуольдер, артық заттарды шығарады. Естеріңде шығар, жаңа өткен тақырыпта айтқанмын. Так, бұл кірпікшелі кебісше екен. Сендер ойлап қалмаңдар, апай біздің шашымызда кірпікшеге жатады, неге біз басымыз қозғалып қалып кетпейді деп, бұлар просто бір ғана клеткадан тұрады. Так, сосын амеба. Амеба да бізде қарапайым ағза. Бұлардың ерекшелігі, бұларда қозғалу үшін кірпікшелі талшықта керек емес. Аяқтар мультфильмдердегі нелер сияқты бір жерінен екіншісі шығар, аяқ кез келген жерінен шығып, солай қозғалып жүре береді. Жалған аяқтар. Неге жалған дейді? Себебі бір жағынан аяқ шығып жоқ болып кетеді, басқа жағынан шығып солай қозғалады. Дененің кез келген жерінен түзіліп қозғала береді екен. Жалпы тестте келеді. Жалған аяқ қалай түзіледі? Жалған аяқ бұл цитоплазманың томпаюынан түзіледі дейсіңдер. Амеба бір клеткалы ғой, ішінен бәрі ядросы, ішінен бәрі целый цитоплазма. Осы цитоплазма томпиып бір аяқты түзеді, екі аяқ түзеді. Сол арқылы бұлар қозғалыс жасайды екен. Так, мынау шұбалшаңның қозғалысы. Қазір айтатын болсам, уақыт жетпей қалады. Ертеңгі эфирге қалады бұл шұбалшаңдардың қозғалысы. Так, енді оқушылар, мен код сөз айтам. Код сөз мынандай. Мен қазір сендерге сұрақ қоям. Сол сұрақтың жауабы сендерде код сөз болады. Так, бүгінгі тақырып бойынша сендерге мен өттім, жүйке жүйесін өттім, қозғалысты өттім, тағы не өттім? Ойбай, не өттім? Ұмытып қалдым ғой. Жүйке жүйесі, қозғалыс. Жаз жерінде не өткен? Так, жақсы сөйтіп. Не өткен мұнқамыз? Асқортуды өтіп ғой, мен Марғыла молодец, асқортуды өтіппін. Қазір өткен тақырыбымды қазір ұмытып отырмын. Так, сол асқорту үшеуіне сұрақ қоям. Так, сендерге сұрақ, шұбалшаңдар, білеміз, топырақ түзуге қатысады. Бізде жапырақтың негізі қышқылдылығы бар. Сол қышқылдылықты азайтып тұратын шұбалшаңның біздегі ауыз қуысындағы несі? Қандай зат? Ауыз қуысында қандай зат болады? И ол не істейді? Жаңағы соны жауап беріңдер. Ол қандай зат? Комментарийде жауаптарыңды күтемін. Кім бірінші жауап береді екен? Молодец, Маржан Даулет жауап берді. Әк болады. Сосын Амина жауап берді. Супер оқушылар. Молодцы. Маржан, Амина, лучше. Молодцы. Дұрыс айтасыңдар, әк тектес зат, жапырақтың құрамындағы қышқылдықты азайтып отырады екен. Онда бүгінге сабақ оқысы оқушылар конспекттерін жіберіп қоям, міндетті түрде конспект жасаймыз. Ертеңгі сабақта кездескенше.